Қарт адамдар ас содасына назар аударыңыз. Оны дұрыс қолдансаңыз, ағзадағы көптеген мәселелер біртіндеп жеңілдеуі мүмкін. Қазір сіздің ас үйіңізде қарапайым ас содасы тұрғаншы бар. Көп жағдайда біз оны тек пісіруге немесе тазалауға қолданамыз. Бірақ шын мәнінде осы қарапайым ұнтақтың мүмкіндігі бұдан әлдеқайда кең. Ол арзан, қолжетімді және дұрыс пайдаланғанда жұмсақ әсер етеді. Бірақ ең қызығы, көптеген адамдар оның ағзаға қалай әсер ететінін білмейді. Соңғы жылдары жүргізілген бақылаулар ас содасы жасқа байланысты пайда болатын бірқатар жайсыздықтарға әсер ете алатынын көрсетеді. Олардың ішінде буындардағы жайсыздық, бүйрек жұмысының әлсіреуі және қан қысымының өзгеруі де бар. Бірақ мына нәрсе ерекше назар аударады. Жас үлкен адамдардың басым бөлігі бұл туралы ешқашан естімеген. Олар бұл ақпаратты күнделікті өмірінде қолданбайды. Бұл видеода мен, Алмас Нұрғалиев, ас содасының 13 пайдалы қасиетін сізбен бірге қарастырамын. Біз оларды ең қарапайымынан бастап, ең маңыздысына дейін ретімен өтеміз. Соңында сіз үшін ең маңыздысы болуы мүмкін бір әсер бар. Кейбір деректерге сүйенсек, ол ағзадағы жалпы тепе-теңдікті жақсартуға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін. Ал бастамас бұрын пікірге жазыңыз. Сіз бұл видеоны қай қаладан қарап отырсыз? Бұл біз үшін өте қызық. Енді бастайық. 13-ші орын. Қызылды және қышқылдың кері шығуын жеңілдету. Көп адамдар тамақтан кейін кеуде тұсында күйдіру сезімін байқайды. Бұл әсіресе кешкі ас ауыр болған кезде, немесе тамақтан кейін бірден жатып қалған жағдайда күшейеді. Жас ұлғайған сайын асқазан мен өңеш арасындағы бұлшықет әлсірей бастайды. Соның салдарынан асқазан құрамындағы қышқыл жоғары қарай омай көтеріледі. Бұл жай ғана уақытша жайсыздық емес. Егер бұл жиі қайталанса, ол адамды мазалап, күнделікті өмір сапасына әсер етуі мүмкін. Осындай жағдайда ас содасы қарапайым көмекші бола алады. Ол қышқылмен әрекеттесіп, оны жұмсартады. Нәтижесінде күйдіру сезімі біртіндеп азаюы мүмкін. Қолдану тәсілі өте қарапайым. Ширек шай қасық ас содасын жарты стақан суға араластырып баяу ішуге болады. Маңыздысы, оны тамақтан кейін бірден ішпеу, кем дегенде 1 сағат күткен дұрыс. Бұл ас қорыту процесіне кедергі жасамау үшін қажет. Сондай-ақ аптасына 2 немесе 3 реттен артық қолданбаған жөн. Өйткені жиі қолдану ағзадағы тепе-теңдікке әсер етуі мүмкін. Егер сіз түнді немесе кешкі астан кейін қышқыл дәмді сезініп оянатын болсаңыз, бұл тәсіл сізге таныс болуы керек. 12-ші орын. Тердегі қышу мен тітіркенуді тыныштандыру. Жас ұлғайған сайын тері өзгереді. Ол жұқарып, құрғап, сыртқы әсерлерге сезімтал бола түседі. Кейде қарапайым нәрселердің өзі, ыстық ауа, құрғақтық, немесе жуғыш заттар, терде қышу мен қызаруға себеп болуы мүмкін. Бұл әсіресе түнде мазалайды. Адам ұйықтай алмай, жиі оянады. Ас содасы мұндай жағдайда жұмсақ әсер етеді. Ол тері бетін тыныштандырып, қышу сезімін азайтуға көмектесуі мүмкін. Ең қарапайым тәсіл жылы ваннаға жарты стақан ас содасын қосу. Су тым ыстық болмау керек. 15-20 минут тыныш отырып, содан кейін теріні сүлгімен жай ғана құрғату жеткілікті. Үй көмеген дұрыс. Егер мәселе шағын аймақта болса, ас содасын аз мөлшердегі сумен араластырып, паста жасап қолдануға болады. Оны 10-15 минутқа қалдырып, кейін салқын сумен шайып тастау жеткілікті. Аптасына 1 немесе 2 рет қолдану жеткілікті нәтиже беруі мүмкін. 11-ші орын. Тіс пен қызыл екке күтім жасау. Жас ұлғайған сайын ауыз қуысының жағдайы өзгереді. Қызыл ек әлсіреуі мүмкін, ал тіс эмалы жұқара бастайды. Кейбір адамдар ауыздың құрғауын байқайды. Бұл да маңызды белгі. Ауыз құрғағанда бактериялар белсенді көбейе бастайды. Соның салдарынан жағымсыз иіс, қызыл ектің сезімталдығы пайда болуы мүмкін. Ас содасы бұл жерде де көмектесе алады. Ол қышқылды бейтараптандырып, ауыздағы ортаны жұмсартады. Сонымен қатар, ол тіс бетінде жиналған жеңіл дақтарды абайлап тазалауға көмектеседі. Қолдану үшін тіс щеткасын сулап, аз ғана ас содасына тигізіп, 2 минуттан артық емес тазалау жеткілікті. Содан кейін ауызды жақсылап шайып,
Қаласаңыз әдеттегі тіс пастасын қолдануға болады. Бұл әдісті үн сайын емес, аптасына бірнеше рет қолдану жеткілікті. 10-шы орын. Бұлшықет шаршауын азайту және қозғалысты жеңілдету. Жас ұлғайған сайын, қарапайым қозғалыстардың өзі қиындай бастайды. Ұзақ жүру, баспалдақпен көтерілу немесе біраз уақыт тік тұру бұрынғыдай оңай болмайды. Көп адам мұны тек жасқа байланысты деп қабылдайды. Бірақ мәселе тек жаста емес. Ағзада жиналатын кейбір заттар бұлшықеттердің тез шаршауына әсер етеді. Қозғалыс кезінде бұлшықеттерде белгілі бір қышқыл жиналады. Соның әсерінен ауырлық, күйдіру сезімі пайда болады. Бұл адамды баяулатуға мәжбүр етеді. Ас содасы осы тепе-теңдікке әсер етуі мүмкін. Ол ағзадағы артық қышқылдықты жұмсартып, қозғалысты жеңілдетуге көмектеседі. Қолдану тәсілі қарапайым. Шірек немесе жарты шай қасық соданы бір стақан суға ертіп, қозғалысқа дейін 1 сағат немесе 1,5 сағат бұрын ішуге болады. Маңыздысы, оны толық асқазанға қабылдамау және тәулігіне 1 шай қасықтан артық қолданбаған дұрыс. Дұрыс қолданғанда бұл әдіс денедегі ауырлықты азайтып, қозғалыстан ләззат алуға көмектесуі мүмкін. 9-шы орын. Зәр шығару кезіндегі жайсыздықты жеңілдету. Жас ұлғайған сайын, кейбір адамдар зәр шығару кезінде күйдіру немесе жайсыздық сезінуі мүмкін. Бұл әсіресе әйелдерде жиі кездеседі. Кейде бұл инфекциямен байланысты емес. Ағзадағы өзгерістер, гормондық теңгерімнің ауысуы да әсер етуі мүмкін. Егер зәр тым қышқыл болса, ол шырышты қабықта тітіркендіреді. Соның салдарынан күйдіру сезімі пайда болады. Ас содасы бұл ортаны жұмсартуға көмектеседі. Ол қышқылдықты азайтып, жайсыздықты жеңілдетуі мүмкін. Қолдану үшін шірек шай қасық соданы 1 стақан салқын суға ертіп, аш қарынға күніне 1 рет ішу ұсынылады. Бірақ бұл тәсілді 3 күннен артық қолданбаған жөн. Егер мәселе сақталса, маманға қаралған дұрыс. 8-ші орын. Бүйрек жұмысына қолдау көрсету. Жас ұлғайған сайын бүйректің сүзу қабілеті біртіндеп төмендеуі мүмкін. Бұл бірден байқалмайды, бірақ уақыт өте әсерін көрсетеді. Ағзада артық заттар жиналып, шаршау немесе ісіну пайда болуы мүмкін. Тағы бір маңызды нәрсе – қанның қышқылдық деңгейі. Егер ол жоғары болса, бүйрекке түсетін жүктеме артады. Ас содасы осы тепе-теңдікті реттеуге көмектесуі мүмкін. Ол қышқылдықты азайтып, бүйрекке түсетін қысымды жеңілдетеді. Қолдану үшін ширек шай қасық соданы 1 стақан суға ертіп, аш қарынға күніне 1 рет ішуге болады. Бірақ ұзақ уақыт үздіксіз қолдануға болмайды. Және егер қысым немесе бүйрекке қатысты ерекшеліктер болса, алдын ала кеңес алған дұрыс. 7-ші орын. Буындардағы жайсыздықты азайту. Көп адам үшін буындардағы ауырлық күнделікті мәселе. Таңертең саусақтардың ісінуі, тізенің қаттылығы. Бұл жиі кездеседі. Бұл тек жасқа байланысты емес, көп жағдайда ішкі қабыну да әсер етеді. Ас содасы ағзадағы қышқылдықты азайту арқылы қабыну деңгейіне әсер етуі мүмкін. Бұл буындардың қозғалысын жеңілдетіп, таңертеңгі қаттылықты азайтуға көмектеседі. Қолдану тәсілі: ширек шай қасық соданы суға ертіп, аш қарынға күніне 1 рет ішу. 2 аптадан артық үздіксіз қолданбаған жөн. Кейін үзіліс жасау керек. Кейбір адамдар бұл тәсілді жылы ваннамен немесе компресспен бірге қолданады. Бұл әсерді күшейтуі мүмкін. 6-шы орын. Подагра кезінде қолдау көрсету. Подагра буындарда жайсыздық тудыратын жағдайлардың бірі. Әсіресе аяқтың бас бармағында байқалуы мүмкін. Бұл ағзада белгілі бір заттардың жиналуымен байланысты. Ас содасы бұл жағдайда қышқылдықты азайтып, жалпы жағдайды жеңілдетуге көмектесуі мүмкін. Қолдану тәсілі: кіші қасықтың 4-тен 1 бөлік соданы суға ертіп, күніне 1 рет аш қарынға ішу. Бірақ мөлшерді асырмау өте маңызды. Күніне жарты шай қасықтан артық қолданбаған дұрыс. Бұл негізгі шешім емес, бірақ қосымша қолдау ретінде пайдалы болуы мүмкін. 5-ші орын. Қан қысымын тұрақтандыруға ықпал ету. Көп адам қан қысымының жоғарылауын тек тұзбен немесе жаспен байланыстырады.
Бірақ ағзада да ішкі тепе-теңдікте маңызды рөл атқарады. Қышқылдық жоғары болған кезде қан тамырлары тарылуы мүмкін. Бұл қан айналымын қиындатады. Ас содасы осы тепе-теңдікті жақсартуға көмектесуі мүмкін. Тамырлар босаңсып, қан айналымы жеңілдейді. Бұл әсіресе тамақтану рационында өңделген өнімдер көп адамдар үшін маңызды. Қолдану бұрынғыдай аз мөлшер, суға ертіп аш қарынға. 4-ші орын шаршауды азайту. Көп адам таңертең оянғанда да өзін шаршаңқы сезінеді. Күн бойы энергия жетіспейді. Бұл тек ұйқыға байланысты емес, ағзадағы ішкі теңгерім де әсер етеді. Ас содасы осы тепе-теңдікті реттеп, жасушалардың жұмысын жеңілдетуі мүмкін. Қолдану үшін ширек шай қасық соданы бір стақан суға ертіп, таңертең немесе түстен кейін ішуге болады. Маңыздысы, оны тамақпен бірге қабылдамау. 3-ші орын геморрой кезіндегі жайсыздықты жеңілдету. Бұл тақырып туралы көп адам ашық айтпайды. Бірақ жасы ұлғайған сайын бұл мәселе жиі кездеседі. Ол жайсыздық тудырып, күнделікті өмірге әсер етуі мүмкін. Ұзақ отыру, қозғалыстың аз болуы, немесе іш қату, осының барлығы жағдайды ушықтыруы мүмкін. Ас содасы мұнда сыртқы қолдану арқылы көмектесе алады. Ол теріні тыныштандырып, жайсыздықты азайтуға ықпал етеді. Қолдану тәсілі қарапайым. Жылы суға жарты стақан ас содасын қосып, жақсылап араластырыңыз. Содан кейін 15-20 минут отыру жеткілікті. Содан соң теріні сілгімен жай ғана құрватыңыз. Икемеңіз. Аптасына 2 немесе 3 рет қайталауға болады. Бұл тәсіл жұмсақ әсер етеді, және қосымша күтім ретінде пайдалануға болады. 2-ші орын ішкі қабынуды тыныштандыру. Жас ұлғайған сайын ағзада көзге көрінбейтін өзгерістер жүреді. Солардың бірі баяу жүретін ішкі қабыну. Адам оны бірден байқамауы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе ол түрлі жайсыздықтардың себебіне айналады. Кейде адам өзін әлсіз сезінеді. Ойы шашыраңқы болады немесе ас қорытуда өзгерістер байқалады. Ас содасы ағзадағы ішкі ортаны теңгеруге көмектесіп, осы процесті баяулатуға ықпал етуі мүмкін. Ол иммундық жүйенің шамадан тыс белсенділігін азайтып, ағзаға тыныш күйге оралуға мүмкіндік береді. Қолдану тәсілі. Ширек шай қасық соданы бір стақан суға ертіп, аш қарынға күніне 1 рет ішу. 2 апта қолданғаннан кейін 1 апта үзіліс жасау ұсынылады. Бұл тәсіл ағзаға артық жүктеме түсірмей, жұмсақ әсер етуге көмектеседі. 1-ші орын ағзаның жалпы тепе-теңдігін қолдау. Бұл ең маңызды бөлім. Себебі ол тек бір мәселен емес, бүкіл ағза жұмысын қамтиды. Жас ұлғайған сайын ағзаға түсетін жүктеме артады. Әсіресе жүрек, бүйрек және қан айналым жүйесі көбірек жұмыс істейді. Егер ағзада қышқылдық деңгейі жоғары болса, бұл жүйелерге қосымша салмақ түседі. Ас содасы осы ішкі ортаны тұрақтандыруға көмектесуі мүмкін. Нәтижесінде ағза өз жұмысын жеңілірек атқарады. Кейбір бақылауларда осындай тепе-теңдік сақталған адамдарда жалпы жағдай тұрақтырақ болғаны байқалған. Бұл дегеніміз күнделікті белсенділіктің сақталуы, сергектік және өмір сапасының жақсаруы. Қолдану тәсілі бұрынғыдай. Ширек шай қасық соданы 1 стақан суға ертіп, аш қарынға ішу. Мұнда ең маңыздысы тұрақтылық пен мөлшер. Егер ағзаңызда ерекшеліктер болса, алдын ала кеңес алған дұрыс. Енді қысқаша қорытынды. Бүгін біз ас содасының 13 түрлі қолдану тәсілін қарастырдық. Олардың әрқайсысы қарапайым, қолжетімді және күнделікті өмірде пайдалануға болатын әдістер. Ең бастысы асықпау, ағзаға уақыт беру. Көп жағдайда ең тиімді шешімдер ең қарапайым нәрселерде жасырынып тұрады. Егер сіз өзіңізді жиі шаршаңқы сезінсеңіз, немесе кейбір жайсыздықтар мазаласа, осындай қарапайым тәсілдерге назар аударып көріңіз. Сіз үшін қай бөлім ең пайдалы болды? Пікірге жазыңыз. Егер осындай мазмұн сізге пайдалы болса, арнада жазылып хабарламаларды қосып қойыңыз. Мен Алмас Нұрғалиев, сізбен бірге күнделікті өмірді жеңілдететін қарапайым жолдарды бөлісуді жалғастырамын. Келесі видеода кездескенше.